Ак жүрөк Тұлпар. Рахмет саған. Жоқ, досым. Маған рахмет айтпа. Саған қолымнан келгенше көмектесемін. Сонда да рахмет. Эй, не болды сендерге, а? Рахмет, рахмет деп ұйқы бермедіңдер ғой тегі. Қандай игі іс болмасын рахмет айту парыз. Көмектескенге көп рахмет айт дегенді білесің бе? Игі іс? Игі іс деген не ол? Игі іс деген жақсылық жасау. Ақымақ, есек, түк білмейді. Ей, қарға, жөніңе жүр, тиіспе маған. Діл, жарысып жаттығайық. Пойыз келетін уақыт таяда. Не болып қалды, көшек? Сәбізімді жоғалтып алдым, көмектесші. Мен сәбізді қайда екенін білем. Қайда менің сәбізім? Сенің сәбізіңді ұрлап кетті. Менің сәбізімді кім ұрлады? Анау егіз қозлары бар қара қой. Соны саған айтуға келдім. Онда сен маған көмектес, барып тартып алайық. Жүр ендеше, кеттік, алға. Діл деген нағыз Тұлпар ғой, шіркін. Дұрыс айтасың. Мен досыммен мақтанам. Пойызды басып озған шалқына көріп бедің. Жоқ. Міне ендесе, есіңе сақта. Діл нағыз жүйрік. Арқаңдағы ер тоқым ба? Иә. Жүруіңе, шауып жүгіруге кедергі болмай ма? Алып көмектесек бе? Жоқ, маған аудай қажет. Ер тоқымды тастасам, ием мені кешірмейді. Сол үшін тастамаймын. Иеңе адал екенсің. Ерте ме, кеш пе, ол мені алып кетеді. Сол кезде ер тоқыммен көрсе, ренжімейді. Ей, қой! Ей, көшек, не болды саған? Сәбізім қайда менің? Қайда? Сәбізім, қайда? Ол сәбіз менде емес. Енді кімде? Менен бұқа тартып алып кетті. Дереу бұқаны табайық. Жүріңдер. Бұл қайткендерің, жай ма сендердікі? Сәбізім қайда? Бұқа, қоянның сәбізі қайда? Сәбіз тұлпарларда. Қай тұлпарда? Найзағай тұлпар пісіріп жейім деп алып кетті. Маған мына бұқа әкеліп бер деді. Маған найзағай әкеліп бер деді. Сендер де бір. Найзағай тұлпар, сәбізді жемеңізші. Не болды? Көжек ренжіп жатыр. Жемей-ақ қойсаңыз.
Мен көжектен қорқпайм. Жейм сәбізді. Тиіспе сәбізге, ол менің сәбізім. Жейм сәбізді. Ұқтың ба қорқақ қоян? Найзағай, тоқтат. Найзағай Тұлпар, біреудің затын рұқсатсыз алу дұрыс емес. Қайтарып бер өзіне. Мәссаған! Міне, нағыз Тұлпар. Кейде ақыл дос, ашу дұшпан.